Өткен жылы Асқар Таудай әкесіне ән арнаған Жеңіс Исқақова халықты жаңа әнімен қуантпақ. Ол «Жаңа күн» деп аталады. Оның сөзін Ясира Захан қызы, әнін азиялық Нұрсұлтан Батырқұлов жазған. Жеңіс ханым тың туындысы арқылы халыққа көп ой айтқысы келіпті. Әрбір адам әрбір жаңа күніне шүкіршілік жасап, сол бір жаңа күнде жақсылық жасауға асықса екен, бір-бірімізге деген сыйластығымызды, қолымыздағы бар бақытымызды бағалай берсек екен деген бір ойменен жасаған едім. Жаңа әнге Жеңіс ханым бейнебаян түсіремін дейді. Мына күн жылып, мінекей жер ана оянып, жеріміз көгергеннен кейін, күніміз жылынғаннан кейін бір бейнебаян түсірсем ба деген ойым бар. Исқақованың ойында жүрген бұл жалғыз жоспар емес. Қазір осы әндерімнің басын қосып, бір кеш жасасам ба деген ойым бар. Енді ол біз армандаймыз, біз жоспарлаймыз, бірақ бұйыртатын бір Алла. Ендеше арманыңыз да, жоспарыңыз да жүзеге ассын. Айтпақшы, жаңа әнді сіздер бүгіннен бастап Gakku.kz сайтынан жүктей аласыздар. Тыңдап, өз бағаларыңызды бере отырыңыздар.